Сәлем достар, сіздермен бүгін қабырғадан сорпа жасайтын боламыз. Өте тамаша шығады. 3 сағат қайнап піскен сорпа өте дәмді шығады. Менімен бірге болыңыздар. Алдымен каналыма жазылып, лайк, комментарий жазып кетіңіздер. Ал бисмиллах деп қазанымызға мұздай салқын суымызды құйып аламыз. Одан кейін жуылып, шауылып, дайын болған қабырғаларымызды барлығын бір келкі қылып салып алатын боламыз. Бірінші жоғары алауда қайнатып аламыз сорпамызды. Енді қайнайын деп бетіне көбіктер шыққан кезде астын пәсейтетін боламыз. Дәл осы кезде пәсейтіп, бетіндегі көбіктерін бүкілін алып шығатын боламыз. Бірде бір көбік қалып кетпеу керек бізде. Осылай шет-шетінің барлығын алып шығатын боламыз. Описание бөліміне жазып кетемін. Сол жақтан қарасаңыздар болады. Ал енді ішіне салатын көкөністерімізді дайындайық. Сорпамыздың көбігін алғаннан кейін 1-2 рет сапырып жіберсеңіздер өте тамаша болады. Менде осындай бір үлкен пияз болды. Ай тәріздес қылып, бұны жіңішке етіп турайтын боламыз. Сорпаға пиязды көп салсаңыздар, сорпаларыңыз өте дәмді шығатын болады. Осылайынан барлығын бір келкі ай тәріздес турап алдым. Мына жерде бізде қалған көкөністерімді жуып қойғанмын. Картобымды, сәбізімді, одан кейін болгар бұрышын салдым. Одан кейін мен мына жерде петрушка саламын. Одан кейін жаңа қайнап тұрған сорпамызға осылай пиязымыздың барлығын осылай салатын боламыз. Пиязды турамай бүтін салсаңыздар да болады. Мен турап салдым. Осылай сәбізімізді, картобымызды, сорпамызға не керек, соның барлығын салып шығатын боламыз. Езіліп кетеді деп ойламаңыздар. Бізде өте пәс алауда піскендіктен ешқандай да картобымыз да, сәбізіміз де езілмейтін болады. Барлығын осылай салып, баяу отта 3-4 сағат пісіріп алатын боламыз. Менде мына жерде қатырылған помидор. Оны да салып, осылайынан реттестіріп жібересіздер. Татымына қарай тұз саласыз. Лавровый лист салсаңыз да болады. Мен балдарым лавровый лист ұнатпаған үшін салған жоқпын. Осылайынан тұз салып, бетін жауамыз да 2-3 сағатқа сорпамызды ұмытып кетеміз. Ал енді жаңағы ұмытып кеткен сорпамыз дайын. Қараңыздар, қандай керемет сап-сары болып шыққан бізде сорпамыз. Жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Барлығы өте дәмді болып шыққан. Неке қараңыздар, тамаша болып шыққан. Еттері сүйектерінен ажыратылып тұр ғой. Ал осылай достар, каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, қазақ контентінің дамуына өз үлестеріңізді қоса отырыңыздар. Неке бізде осындай сұлулық шықты. Үстіне көкөністерден сеуіп ұсынсаңыздар болады. Бізге ас болсын.